Құрметті магистранттар, біз сіздермен бүгін 5-ші дәріс тақырыбы бойынша ақпарат алмасамыз. Бүгінгі 5-ші тақырыптың атауы дискурста сөз стратегиясы мен тактикасының көрінуі. Дискурста сөз бағдары мен сөз аңдаудың көрінуі бұл негізінен қазақы қарым-қатынастағы қағидаттарға байланысты жүзеге асады, немесе әр ұлт өзінің қарым-қатынасында қалыптастырған нормалары болады, сол нормаларға сәйкес жүзеге асады. Сондықтан біз дәрістің бірінші сұрағында қазақы қарым-қатынаста басшылыққа алынатын қағидаттар деген сұраққа тоқталамыз. Екінші, сөз бағдарының түрлері деген сұраққа тоқталамыз. Және үшінші, бұйрықты айтылымдардағы сөз стратегиясы деген сұраққа тоқталамыз. Кез келген ұлттың белгілі бір қарым-қатынасы ол сол халықтың тарихи қалыптасқан қарым-қатынас әдебі мен нормасына сүйеніліп жүзеге асады. Егер сол нормаларға сәйкес келсе, бұл дискурста қарым-қатынас сәтті жүзеге асады. Ал егерде сол нормалардан ауытқу болатын болса, немесе сол нормаларға сәйкес келмейтін қайшылықтары болатын болса, онда қарым-қатынас барысында коммуниканттар бірін-бірі түсінесе алмауы, немесе олардың арасында қандай да бір сәтсіз қарым-қатынас орнауы мүмкін. Қазақы қарым-қатынаста негізінен қалыптасқан қарым-қатынас әдебі мен нормаларының кейбіріне тоқталатын болсақ, ең бірінші қазақы қарым-қатынаста коммуниканттардың жас ерекшелігі мен олардың әлеуметтік деңгейі басшылыққа алынады, ескеріледі. Мысалға, жасы үлкен адам сөз бастағанда, немесе жасы үлкен адам өзінің ойын айтып отырған кезде жасы кішілер оның сөзін бөлмеу, немесе жасы үлкен адамның көзқарасына сәйкес қандай да бір өзінің көзқарасын білдіруде әдепсіздік танытпау деген мәселелер орныққан, және оларды қазақ тілінің тілдік бірліктерінің мазмұны айқындайды. Жалпы қарым-қатынастағы ұстанымдар қазақы қарым-қатынаста негізі қағидат болып қалыптасқан. Қазақта әке тұрып ұл сөйлегеннен, шеше тұрып қыз сөйлегеннен без деген мысалға тілдік бірлік орныққан. Бұл әкесі мен шешесінің қандай да бір әңгімелесу кезінде басымдық атқаратындығын, өз ойын білдіруге негізгі бағдар ата-ананың пікіріне берілетіндігін аңғартады. Бірақ сондай-ақ қазақ тілінде қарым-қатынас барысында бұл әркімнің өз ойын айту құқы көзделген. Әке тұрып ұл сөйлесе ер жеткені болар, шеше тұрып қыз сөйлесе бой жеткені болар деген тілдік бірліктің мазмұны біздің айтып отырған ойымызға дәлел бола алады. Немесе осы қарым-қатынастағы жасы үлкен әлеуметтік деңгейіне қарай белгілі бір нормалар қалыптасқанмен, қазақы қарым-қатынаста әрбір коммуниканттың, яғни қарым-қатынасқа қатысушының өз ойын пікірін білдіруіне мүмкіндік берілген. Бұл мынадай тілдік таңбалардың мазмұнынан көрінеді. Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ дейді, яғни өз ойын айтуға құқылы екендігі. Немесе адасқанның айыбы жоқ, қайта үйірін тапқан соң дейді. Немесе өзі иілген басты қылыш саппас дейді. Яғни бұл жерде қарым-қатынастағы кешірімшілдік, белгілі бір коммуниканттың өзіндік көзқарасын құрметтеу, оған өзінің айтатын ойын айтқызуға мүмкіндік беруі деген құқықтары коммуниканттардың сақталған жазылмаған нормалар. Бұлар тілде датымды айтатын датым бар, немесе менің айтуға маған бәрін түсіндіруге мұрсат беріңіз, немесе
малда бауыздалар арында тұяқ серпер деген сияқты тілдік таңбалардың мазмұны қарым-қатынастағы белгілі әрбір қатысушының, коммуниканттың өз ойын айтуға мүмкіндігі бар екендігін көрсетеді. Немесе мынау жалпы ұстанымдарда жас үлкен адамның бетінен алмау, өз ойын жеткізген кезде, көзқарастар қайшылығы болған кезде әдепсіздікке жол беріп қалмау деген нормалар сақталу керек болады. Және осы көп жағдайда үндемеу тактикасы да қолданылады. Бірақ қазақта үндемеген үйдей пәледен құтылады дейді. Бұл таңбаның мазмұны. Немесе бұл да сөз аңдау тактикасына жатады. Немесе керісінше үндемеу ол тек келісудің белгісі емес, үндемегеннен үйдей пәле шығады дейді. Тағы тілдік таңбаның мазмұны. Демек, үндемеу деген ол өзге ұлтта, мысалы орыс халқында ол белгілі бір үнсіздік, молчание, знак согласия, яғни белгілі бір келісім деп түсінілетін болса, қазақтарда үндемей қалудың өзі ол келіспесе де әдепсіздікке жол бермеу үшін, немесе ол айтылған пікірді құптамайтындығын көрсететін тактика болып саналады. Бұдан басқа қазақы қарым-қатынаста негізгі нормаларды реттейтін, әлеуметтік қарым-қатынастағы әдепті реттейтін бұл ұят болады. Немесе жаңағы жұрттан ел не дейді деген қағидаттар ретінде айтуға болады. Өйткені әдепсіз сөйлеу немесе өзінің нормадан тыс әрекет жасау, немесе тілдік нормалардан тыс сөздік қолданыстарды қолдану бұл ұят нәрсе болып есептеледі. Сондықтан аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген тілдік таңбаның мазмұны бұны көрсетеді. Екі елі ауызға, төрт елі қақпақ дегенде осы қарым-қатынас барысындағы әрбір айтатын сөздің ойлы болуын және естігеннің бәрін өзгелерге жеткізудің шарт емес екендігін осы қарым-қатынас қағидаттары ретінде біз жинақтап көрсетуімізге болады деп ойлаймыз. Және бұған біздің ойымызды деректейтін тілдік таңбалар жеткілікті. Енді қарым-қатынастағы коммуниканттардың өздерінің сөз бағдарларын таңдауына сәйкес дискурс негізі ынтымақты дискурс және ынтымақсыз дискурс деп түрлерге бөлінеді. Бұл жүктемені біз Нұркелді Уәлидің зерттеулерінен кездестіреміз. Ынтымақты дискурстың өзіндік белгілері бар. Бұлардың ол коммуниканттардың арасындағы бір-біріне деген сенім, немесе әрі қарай сөз жарыстыруға, немесе өз ойымен алмасуға деген сөз әрекетіне түсуге деген ынталылық, және сөз әрекетін орындау барысындағы тараптардың шынайылығы, қайырымдылық, тағы сол сияқты жағымды сипатқа ие болады. Ал ынтымақсыз дискурста сөз әрекеті бұл жанжал сипатында, немесе ұрыс-керіс сипатында, немесе біреуге қоқан-лоққы көрсету, қорқыту, үркіту, немесе алдау, өтірікке жол беру, тура жауаптан қашу сияқты сипатқа ие болады. Ынтымақты және ынтымақсыз дискурстың әрқайсының өзіне тән сөз бағдарлары болады. Енді осы сөз бағдарларына біз мысалмен келтіріп түсіндіруге тырысайық. Алдарыңызда екі диалог берілген, екеуінің негізгі мазмұны бір, бірақ дискурс ретінде сөз бағдарын таңдауға байланысты екеуі екі түрлі сипатқа ие. Бірінші диалогқа тоқталатын болсақ, бірінші қатысушы, сөйлеуші ішегім шұрылдап барады дейді. Оған жауап беруші онда шай қайнатайын дейді. Бірінші сөйлеуші жақсы мейліңіз дейді мысалға. Бұл жағдайда кездескен екі адамның сөз әрекетінде алғашқы адам өзінің қарны ашып тұрғандығын айтқанда, екінші адам онымен ынтымақтастық танытып, егер қарны ашып тұрса, оған дайын тамақ жоқ, бірақ шай қайнатып беретін деген ыңғайын танытады. Екі қатысушы да, екі коммуникант та бір-бірімен сөздері жарасып, тіл табысып тұр. Ал екінші диалогта ішегім шұрылдап барады.
оған қарсы тарап тамақтанып шықпадың ба, мына жерде асхана бар, мен кетіп бара жатырмын дейді. Бұл жерде ынтымақсыз дискурс, яғни бұндағы сөз бағдарында біреудің көңіліне қарау деген мақсат көзделмейді. Шегі қарным ашып тұр, шегім шұрылдап барады деген адамға тамақтанып шықпадың ба деп бірден төтесінен қойылып тұр сұрақ, және де мына жерде асхана бар, мен кетіп бара жатырмын деп оған өзінің белгілі бір дәм татқызбайтындығын анық айтып тұр. Және бұл ынтымақсыз дискурста қатысушылардың жас ерекшеліктерінің арасында айырма бар екендігі көрінеді. Жастардың арасында шегім шұрылдап барады деген, қарным ашып тұр деген адам, бұл тамақтанып шықпадың ба, мына жерде асхана бар, мен кетіп бара жатырмын деген екінші адамға қарағанда оның жасы кіші деп ойлауға болады. Өткен себебі екінші жақтың жауабы қарсы сұрақ күйінде қойылған кезде ол анайы формада беріліп тұр. Ал қазақы қарым-қатынаста жасы үлкен адамға және бейтаныс адамдарға негізінен сыпайы форма, яғни сіз деген форма пайдаланылады. Немесе осындай қандай сөз бағдарына жататындығын анықтауға екі диалогты келтіруге болады. Біріншісінде анасы мен баласының арасындағы диалог. Балам, келесің бе? Келе алсам келуге тырысамын, бірақ келмесем алаңдамаңыз. Анық білмей тұрмын, бірақ алтыларда бітетін болар дейді. Яғни анасы баласының қашан келетіндігін сұраған кезде, баласы оған нақпа-нақ қай уақытта келуі мүмкін екендігін немесе болжанатындығын және алаңдамау жағын сұрап, өзі де анасына қамқор екендігін көрсетіп тұр. Екінші диалогта балам, келесің бе? Я, нешеде келесің, білмеймін. Бұл жерде баланың тарапынан анасының сұрағына жауап беруге құлықсыздық байқалады. Яғни ынтымақсыз дискурстағы сөз бағдары әрі қарай ойды өрбітуге, сөз әрекетін жалғастыруға деген ынтаның жоқтығын танытады. Бұйрықты айтылымдар бар қазақ тілінде. Осы бұйрықты айтылымдардағы сөз бағдарын негізінен екіге топтастыруға болады. Бұйрықты айтылымдардың біріншісі сөз бағдары, бұл интенциялы сөз бағдары. Бұған интенциялы сөз бағдарына эмоциялық ерік-жігерге әсер ету бағдарын жатқызуға болады, және де өз эмоциясын шығару бағдарын жатқызуға болады, және эмоциялық қатынас бағдарын жатқызуға болады. Ал жағдаяттық немесе диалогтық сөз бағдарында бұйрық екпін жеткізу бағдары, бұйрық беру қарқынын реттеу бағдары деген бағдарларға топтастыруға болады. Енді осы сөз бағдарлары өзіне сәйкесінше сөз таңдау, сөз аңдау тәсілімен жүзеге асады. Сөз бағдарының әрқайсысының сөз аңдау тәсіліне тоқталатын болсақ, бірінші эмоциялық ерік-жігерге әсер ету бағдары сөз аңдау тәсілі ретінде әрекетке мәжбүрлеуді, эмоциямен дәйектеуді таңдайды. Әрекетке мәжбүрлеу формасы негізінен бұйрық айтылғасында, кейде анайы түрде және бұйрық мәнді интонациямен беріледі. Өз эмоциясын шығару бағдары, бұл белгілі бір психология, эмоциялық күйін білдіру, тілекті, қажеттілікті білдіру сөз аңдау тәсілі ретінде қолданылады. Бұл кезде де қалаурайлы, тілекті қалаурай, ерікті қалаурай формалары қолданылады. Ол оқуға түссе игі еді, немесе ол оқуға қалайда түссін деген сияқты формалар қолданылады. Үшінші сөз бағдары бұл эмоциялық қатынас бағдары деп аталады, немесе бұл баға бағдары. Бұл жағдайдағы сөз аңдау тәсілдері жағдайды субъективті бағалау, болатын істі субъективті болжамдау, адресаттың әрекетін субъективті бағалау, адресаттың өз рөлін анықтауы мен бағалауы. Бұл эмоциялық қатынас бағдарында, яғни бағада әрбір сөйлеуші ол өзінің сол қарым-қатынастағы сөз әрекетіне немесе белгілі бір іс әрекетке деген түрткі беруде өзі жағдайды бағалайды. Және сол істің қалай болатындығын субъективті болжам жасайды.
және өзі де сол сөз әрекетіне қатысушы ретінде өзінің рөлін анықтайды және соған баға береді. Келесі сөз бағдары бұл бұйрық типін жеткізу бағдары. Бұйрықты жұмсарту тәсілі арқылы беруге болады, немесе бұйрықты күшейту тәсілі арқылы болады, немесе бейтараптандыру тәсілі арқылы беруге болады. Осыған сәйкес бұйрық типін жеткізу бағдарына сәйкес тілде сөйлемнің түрлері қалыптасқан. Мысалы, бұйрықты жұмсарту тәсілі дегенге бұл жерде беріліп тұрған бұйрық мән өтініш сипатына көшеді. Мына кітапқа қол жалғап жібересіз бе деген, мысалы, сұраулы сөйлем формасында беріліп тұр, бірақ ол жерде бұйрықтық мән бар. Яғни бұйрықты сөйлем сұраулы сөйлем формасында келу бұйрық мәнді жұмсартып тұр. Немесе бұйрықты күшейту тәсілі, бұл жерде интонациямен және бұйрық рай формаларымен беріледі. Бұйрықты бейтараптандыру тәсілі, мысалға, кім барып келер екен деген сияқты қатысушы тараптардың арнайы біреуіне бұйрық берілмей, қалайда бірақ сол іске біреудің орындау қажеттігін көрсететіндігі. Немесе бұйрық беру қарқынын реттеу, бұл кезде бұйрық қарқынын арттыру және бұйрық қарқынын кішірейту деген сөз аңдау тәсілдері қолданылады. Бұйрықты жұмсарту тәсілінде көркем әдебиеттен көптеген мысалдар келтіруге болады. Мысалға, үйі құрғыр азынап кетті ғой, бірдеңе тауып жақпайсың ба деп тұр. Бұл жерде де сұраулы сөйлем формасында, бірақ от жағып үйді жылыт деген бұйрық мән бар. Негізі біз қазақы қарым-қатынастағы сөз бағдарлауға әсер ететін қағидаттарды және сөз бағдарының түрлерін, интенциялы және жағдаяттық айтылымдардың түрлерін және жалпы сөз бағдарына, бұйрықты айтылымдардағы сөз бағдары және сол сөз бағдарына сәйкес сөз аңдау тәсілдері мәселелеріне тоқталдық. Негізгі ойды сіздер көркем әдебиеттен осындай мысалдар теру арқылы жалғастыратын боласыздар.